Мен Жалғасов Саламат Жалғасұлы. 1977 жылы осы Атырау қаласында дүниеге келдім. 94 жылы мектеп бітірдім. 18 жасынан бастап жұмысқа кірдім. Бірінші завод Петровский, одан сосын промонтаж жасадым. Содан тоққа деген бір қызығушылық бар. Розетка нелерді оңдап жүріп, содан техникумға түстім осы энергетика саласына. Содан оқып жүріп, 2005-те осы Атырау жаққа жұмысқа кірдім. Екінші редакпен бастауыш болып. Сосын жайлап көтерілдім. Ол кезде енді мен кіргенде бастығымыз Орынбаев Марат деген ағамыз болды. Сол кісінің бастауында жұмыс бастадым. Одан енді үйрететін ағаларымыз болды. Нұғман Сайлау, сосын Тұраш ағамыз болды. Тоғай дейтін ағамыз болды. Қазір енді бізде жасап жатыр. Бауыржан Құлтасов дейтін ағамыз бар. Солар біздерді үйретті. Енді солардың арқасында біздер осы енді үйреніп бір дәрежеге жеттік деп айтуға да болады. Енді содан 2008-де мастер болдым. Сосын сөйтіп жүріп көтеріліп 2012-де старший мастер болдым. Содан бері осы салада жұмыс жасап келе жатырмын 2005-тен бері. Енді бана айттым ғой, енді тоққа бір қызығушылық болды. Осында жұмыс жасап жүріп, осы жоғарғы білім институт бітірдім. Сол енді осы салада келе жатқаныма 5-тен бері 20 шақты жыл болып қалды енді жасап келе жатқаныма. Енді біздің үйде әкемде, ағаларымда энергетикаға қатысы жоқ. Бірақ енді осы энергетиканы оқығанда әкем қарсы болған жоқ, қолдау жасады. Сосын енді осы салаға кеттім. Если энергетиканы таңдамасам, онда әкем жолын қуатын едім. Әкем геодезист, геодезия жасаған. Сол салаға кетер едім. Балаларымнан көп болды, бірақ енді қазір ол бәрі есімде жоқ та. Бірақ енді именно энергетик боламын, осы тоқтың айналасына кетейін деген бір ұғым не болған жоқ. Бірақ сол үйден банағыда ананы істеп, мынаны істеп, сол қызығушылық болды да, сосын осы салаға кеттім. Бірақ әкем қарсы болған жоқ. Үйде енді өтектер, баяғы тоқпен андай темір өтектер ғой, соларды оңдап бастадым. Үзіліп кетеді, соны оңдадым, розетка оңдадым, содан бастап. Осы салада жүріп жұмыс жасап, енді бұны неге таңдадым деген өкініш болған жоқ. Именно осы салада кеткеніме мақтан тұтамын. Бірталай жұмыс үйрендім, не істедім, семьямды асырап отырмын. Жақсы бәрі. Бұл жұмыс енді романтика дейді ғой, енді қысы-жазы жұмыс, боранда да, мысалы, сымыз жүреді, апорға, сонда енді күні салқын, күні ыссы деп не істемейсің, солардың бәрін жасай бересің. Сосын енді 24 сағат жұмыс жасайсың, мысалы, былай қарағанда бір авария бірдеңе болатын болса, шығып жасауға тура келеді. Сол уақытларда қызық қой, сол несімен өзінің, осы бір қиыншылығымен. Енді біздерде ТБ деген бар, техника безопасность. В основном соған көп көңіл бөлеміз. Енді кранмен жұмыс жасайтын жерде руководитель болады, не болады. Сосын жаңадан келген балдар, мысалы, 3 апта оқиды отырып, сосын группаға тапсырады. Сол группасымен өзінің жұмысы бар, өзінің бөлінген группасына бөлінген жұмысы, сол бойынша кетеді. Но енді в основном в первую очередь біздер ТБ-ға көп көңіл бөлеміз. Техника безопасность. Енді банағыдай апорға, столға дұрыс шықпаса, тайып кетуі мүмкін. Тайып кетіп, мысалы, тобығын шығарып не істеуі де мүмкін. Тоққа түсіп қалуы да мүмкін, дұрыс айырылмаса. Соның бәрін қарап, соған көңіл бөлеміз, қадағалап. Өмірімде енді ондай жағдай, мысалы, мен тоққа түсіп құлаған кезім болған жоқ.
Мына енді бұл мамандықтың біріншісі не халыққа қызмет етеді. Енді бұл мысалы қазір енді былай қарағанда бұл мамандық керекті мамандық қой. Сондықтан енді если таңдаймын деп ақыл сұрап отқан балдар болса, таңдаңдар деп ақыл айтар едім. Күнделікті үйреншікті енді жұмысымыз таңертең келгеннен кейін бастықтарда планерка бар, жиналыс. Енді біздер мысалы алдын ала жұмыс пландаймыз ғой. Сол план бойынша сосын банағы жиналыс өтеді. Соған байланысты техника бөледі. Одан кейін ішке келіп жігіттерді біздер банағыдай әрбір жұмысына бөлеміз. Еңбектің тәтті, өзің еңбектеніп, адал жолмен таза тапқаннан әрқашанда тәтті болады ғой. Пайдасы көп қой енді. Тәртіпке үйрендік, жұмыс жасауды үйрендік. Әрбір жұмыстың өзінің бір уақыты болады ғой. Сол уақытпен жұмыс жасауға үйрендік. Зиян болды деп айта алмаймын. Пайдасы көп болмаса, зиян болды деп айта алмаймын. Қазіргі таңда мен осы мастерім Саламат Жалғасов. Саламат мырза өте керемет адам, былайша айтқанда өзі мамандыққа жетіп меңгерген, өзіне бағынышты мониторлармен өте қатты жақсы тіл табыса алады, жақсы жұмыс жасайды. Былайша айтқанда осы Атырауға келіп, ауылдан да біраз нәрсе үйренді, осы Атырауға келіп, осы Саламат мырзадан біраз нәрсе алып жетіліп жатырмыз. Өте ашық, күліп жүреді. Жынданса, ашуланса, ашуы тез басылады. Былай өте жақсы адам, әкеміздей адам. Ондай таңдау келген жоқ. Енді келіп жатса да осы салада жүре беретін болармын енді. Осы айтады ғой. Сол бір жүрген жерінде пенсия, сол енді осы жерде жүре беретін болармын деп ойлаймын. Пока бұл туралы басқа жерге кету туралы ешқандай ойым жоқ. Ойланған да жоқпын әлі. Шүкір, жақсы бәрі. Кішкене ана жақты бітіріп алғаннан кейін бар, осы жаққа түсеміз. Осы жұмыста жүріп енді өзім үй салдым. Осы жұмыста жүріп. Енді жұмысқа кірместен бұрын семья құрдым. Бірақ балдардың бәрі осы жұмысқа кіргеннен кейін дүниеге келді. Мына енді менің өзімнің қара шаңырағым, менің өзімнің отбасым, мына енді менің жолдасым Гүлнархан, үлкен балам, одан кейін Бекзат, екінші балам Мансур, үшінші балам Рамиль, мына менің кенжетайым Рамиль дейтін. Біздер енді отасқанымызға биыл 19 жыл болды. Енді өмірдің ащысында, тұщысында, тәттісінде бәрін бірге көріп келе жатырмыз. Енді біз бір бақытты отбасымыз деп айта аламын. Олай жұмыста қатал болғанмен үйде көңілді, балдарына көп көңіл бөледі. Семьясына көп бөледі көңіл. Үйдің шаруасына көмектеседі маған. Балдарына өте жақсы әке деп санаймын.
Балдар менен көрі папасын өте жақсы көреді. Папасымен әңгімелескен жақсы көреді. Өздерінің сырларын айтады папасына. Жұмыста проблема болатса, кейде настроениесі жоқ болып келеді, бірақ кішкене соң балдарын көргенде жақсы көңіл күйде болады. Ақ көңіл, ашық, адамдарға көмектескен жақсы көреді. Өте көп семьясына көңіл бөледі. Сыйлайды, сыйластық өте күшті екеуміздің арамызда. Қиын кезде маған көмектеседі. Мен көңілім болмағанда, сол көңілді көтеру үшін, не істеу үшін бәрін маған поддержка жасайды. Саламат, мен жолдасым, отбасымның тірегі, қамқоршысы.